Қыз кеткен. Зейнел Жекейұлы. Әңгіме. Жамал. Қалай ғана тауып қойған. Күзен бел, қыр мұрын, бидай өңді, нәркес көз, қолаң шаш. Оң жақ миығында кішкене мең. Езу тартқан кезінде сол меңде жымия жөнелетін. Жүрісі қандай. Жер баспай қалқып келе жатқандай. Сыңғырлаған күлкісі ше. Естіген сәтте елтіп есің кетеді. Ортадан биік бойы бар, жұрт тыңдатар, ойы бар. Қыз біткеннің перизаты осындай-ақ болар. Жамалына көз алмасатын сұлудың нақ өзі. Жігіт біткеннің небір серкелері өзеурей ұмтылғанымен, аптыққан көңілдері бір сәтте басылып, сөз айтуға бата алмай, тайсақтап, бүгежектеп, телміріп қана жүретін. Сырттай ғана ғашық болып, ындыны құрып құлазитын. Жамалдың нәркес көздерін жалт еткізіп бір қарағанынан-ақ ынтызар күйге түсе бастағанын аңдамайда қалатын. Шашбауының сылдырына елтіп, жан әлемін алай-түлей еткен әдемі сыңғырын ғана тыңдап күй кешетін. Талабы болғандардың тілдері байланды. Тұла бойларын тепкілей, тулай жүйткіген ыстық қан дәрменсіз күйге түсіп тұншығатын. Сөз салғандар болды әрине, бірақ оларға тәкаппарлана қарап, менсінбеген қылықта көрсетпеді. Кеудесіне үміт сыйлап, бозбала жүрегін жаралап, жақындатпады да. Бәрін қимылымен, көзімен ұқтырды Жамал. Сен мен аңсаған жігіт емессің. Кешкілік думандатқан, дуылдаған Алтыбақан басындағылар үнемі Жамалды іздейтін, күтетін. Алтыбақан көркі Жамал еді. Тек соны көру үшін, тек соның үзіліп түскен жақұттай бір сөзін есту үшін жігіт біткен Алтыбақанға келетін. Батырсынып келгенмен өзеуреп өлермендікпен сөзді айта алмай, діңкелері құрып, ынтызар көңілмен сұқтанып қалатын. Жамалға тіке келіп сөз айта алмағанмен, сырттай түбінде мендік болар деп жұтынып жүргендері. Сырттай иемденіп алғандары да бар. Емексіген дәме ғана. Сөйтіп жүргенде Алтыбақан басына көрші ауылдың Сайдауыттай жігіттері сау ете қалды. Ақ көйлек сері жігіттер екен. Орта толсын. Ашаң жүзді домбыра ұстаған келбетті жігіт Алтыбақан басындағыларды жымия шолып өтті. Кемтігі сендермен толсын. Топ қыз шу ете түсті. Жігіттер жағы үнсіз. Осы сөзді күткендей-ақ үш жігіт аттарына тұсамыз салып, дуылдаған ортаға қойып кетті. Амандық саулықтан кейін Алтыбақан басын дуылдатып жіберді. Тым еркін, қыздарды үйіріп әкетіп барады. Олардың найзағайдай жарқ-жұрқ еткен әсерлі қимылдары, әдемі әндері қыздарды баурай бастады. Бұл жігіттер өткен жылы да осы ауылды төңіректеп, ара-гідік думанды ортаға шоқ тастап кетіп жүретін. Іштеріндегі Ербол деген жігіт әнші екен. Биыл сайланып домбырасын ала келіпті. Домбырасын қағып-қағып жіберіп, Біржан, Ахан, Әсет, Мәди әндерін түнгі аспанда қалықтатқанда құс біткен тына қалып құлақ түргендей. Содан күн құрғатпай келетінді шығарды. Осы Алтыбақан басында қимасы бардай айналшақтай берді. Ал балуан тұлғалы бүркіт тұмсық сұлтанның көзі Жамалға түскендей. Жастар оны да байқап қалды. Сөзімен де, қылығымен де баурап бара жатыр Жамалды. Әнді де талғаммен тәп-тәуір айтады екен. Жамал бір қырымен отырып, мойнын әнтек бұрып, беріле тыңдайтындай. Мойыл жанарын жалт еткізіп, жымия қараған-ақ талай сырды аңдатқандай еді. Ақыры Сұлтан мен Жамал Алтыбақан арқанына отырып, қосыла қалықтай тербетіле бастады. Ән қайда деп шу етті жастар. Сәл тыныстап алған Сұлтан Қарғамау әнін шырқап қоя берді. Жамал қосыла жөнелді. Сұлтан сондай бір сағынышпен, іңкәрлікпен шырқауда. Жамал даусы да мөлдір, тұнық, құлаққа өте жағымды еді. Сұлтанмен қосыла шырқалған мына ән елжіретіп, ерекше тебіреніспен жан дүниеңді астан-кестең етіп баурап барады. Неткен құдіретті тылсым сырлы ән екенін жастар бүгін аңдағандай. Әдеттегі сыбыр-күбір, орынсыз күлкі де сап тыйылған. Тіптен бұл әнді бұрын естімегендей, дел сал күйде. Түнгі аспанда өзгеше түрлене, қан тамырларын жүйткіте қуалай, қалықтай жөнелді. Қыз жігіттердің тұла бойларын шымырлатып, өзгеше бір сезім бас көтергендей. Қарғамау сен қалайсың, мен дегенде, құриды ынтызарым, қарғамау сен дегенде. Жамалдың ән құдіретіне берілгені сонша, сезім жетегімен құлап қалмайын деп, арқанды қылғындыра тас қылып ұстап алған. Үздіге тебірене шырқалған бұл ән, екеуінің бір-біріне айта алмай жүрген жүрек сырларындай еді. Жастар да ұйып тыңдады.
құпия бір ой түйді. Алтыбақаннан ерекше толқып түсті екеу. Бұл ауыл жігіттерінің қабақтарын кір жетті. Сүзеген бұқадай көздері аларып барады. Іштерінде бір қыжыл пайда болды. Осы қыжыл бірте-бірте өршіп бара жатқандай. Жамалға өздерінің қолы жетпей жүріп, қалай ғана желіккен біреулерге қимақ. Кеудеге түскен қызғаныш шоғы жай таптырар емес, күйдіріп барады. Әшейінде ауыл жігіттерінің бастары бірікпей, Жамалды сырттай болса да бірі-бірінен қызғанатын. Әрқайсысы Жамалды меншіктеп алған. Ал енді бәріне ортақ жау пайда болды. Сол жаудың бетін қайтаруы керек. Не істеу керек сонда? Қалай да келместей ету керек. Содан ортақ жауға қарсы құпия жоспар құрылды. Алтыбақан дырдуы да аяқталған шақ. Қыз-жігіттер топтана тарай бастады. Сұлтан мен Жамал оңашалана берді. Бұған дейін іштей ұғысып қалғандай еді. Баяу басып, шоқ қайың тұсына келді екеу. Өмір қамшы сабындай қысқа деп жатады үлкендер, деген Сұлтан жұмбақ бір ой тастап. Сол қысқа ғана ғұмырды бағалай алмай жатамыз кейде. Бақыт дегеннің кейде тура жанымызда тұрғанын байқамай, бағалай алмай қаламыз. Неге олай екен? Өмірдің шеті де шегі де жоқ. Тәңір сыйлаған бітпейтін бір ғажап дәурен деп ұғатын шығармыз, деді Жамал, жұлдыздармен сырласқандай ойлы жанарын түнгі аспанға бұрып. Содан кейде опық жеп жатамыз. Жамал, сенесің бе? Сені бір сәт көрмесем, тұра алмайтын күйге түстім, деді. Екі иығынан ұстап, қыз жүзін өзіне бұра. Жамалым-ау, жанарым-ау, сені көрмесем, тынысым тарылып, арпалыс күйге түсемін. Бір айықпас дертке шалдыққандаймын. Сол дерттен құтқаратын тек сенсің, Жамалым. Бір сәт ойлы да мұңды қалыпқа түсті. Қаусыра құшақтап, бауырына басты да маңдайынан сүйді. Сәлден кейін жыр жолдары төгіліп қоя берді. Жүректі өртеп жанарың, сұлусың неткен Жамалым, желпіген жанды самалым, тапсайшы дерттің амалын. Жамал аңырып, таңдана Сұлтанға көз тікті. Бойыңда ақындық та бар екен ғой? Ақындық деген қасиетті ұғым, өлең деген киелі әлем, мөлдір бастау. Сәл ойланып бұған қарады. Дарыны жетпеген жан көз жасындай сол тұнық бастауды лайламағаны жөн. Ал менікі саған деген ынтызар сезімнің шоғы ғой кеудені күйдірген. Оның үстіне сендей періште қыз жаныңды тербетіп, сезіміңді әлдейлеп тұрса. Сұлтан сөздері тұла бойын шарпып, бейдауа халге түсірді. Жамалдың тұла бойы бір суып, бір ысып жүре берді. Біраз уақыт тәтті қиялдың бал шырынын жұтып, үнсіз қалды. Осы сәт Сұлтанды жүрегімен ұққандай болды. Тіпті аяп та кеткендей. Үздіге іңкәрлік бір сезіммен үзіле айтқан Сұлтан сөздері Жамалдың жанын толқытып, ерекше бір тебіреніс күйге түсірді. Алтыбақаннан қайтқаннан кейін жүрегім алас ұрып, арпалысып, бұрын жолықтырмаған бір сезіммен күй кешемін, деді Сұлтан аһ ұрып. Дауасы қайда жанымның? Енді несіне жасырайын? Жамал қатты толқып тұр. Өткен жылы алғаш көргенде-ақ жүрегімде бір лүпіл пайда болды. Сен келмей кеткен соң бір нәрсемді жоғалтқандай күй кешкен едім. Биыл ойда жоқта жарқ етіп келгеніңде жүрегім дүрсілдей жөнелгенін аңдадым. Жүрек байғұс сені іздеген екен. Қазір буырқанған сезім толқынына түскендеймін. Жамал басын Сұлтан кеудесіне сүйеп, тұңғиық ойға түнеді. Сұлтан да бойындағы алай-түлей сезімін тілмен жеткізе алмайтындай халде. Ынтызар сезімді, ынтыққан жүрек қалауын тек жүрек дүрсілі мен ұғысты екеуі. Жамалым, білесің бе, астымдағы торы төбелде жүрек қалауымды сезетіндей, деп жымия қарады. Мұны тас қылып құшақтап алған Сұлтан. Үзеңгіге аяқ салсам болды. Осы ауылға қарай бүлкілге салады. Жылқы екеш жылқы да екеуміздің жүрек соғысымызды аңдайтындай. Тілеуқор, дәнекер. Сол кеште ай сәулесі ерекше нұрын төгіп тұрды. Шоқтана өскен ақ қайың жапырақтары сыбдырлай тербетіліп, қиялай түскен ай сәулесі ынтызар екі жасқа аялай аймалай қарайтындай. Ах, Дариға, қош жүректің тілегін қабыл етіп, мәңгі бірге ете көр, деп Жамалын қыса түсті Сұлтан. Содан не керек? Сұлтан серіктерімен күн құрғатпады. Алтыбақан әшейін сылтау ғана. Сері жігіттің көңілі басқада екенін қу қыздар баяғыда-ақ сезген. Ана жүрегі сезімтал ғой қашанда. Қызының бойындағы күрт өзгерісті анасы да байқады. Бұрын үйде отырып не бітіремін деген оймен ғана баратын Алтыбақанға желікпеді.
өзіне тән сабырлы қалпынан айнымады. Ал қазір Алтыбақаннан келген соң екі беті алаулап, жанары ұшқын атып, бір орнында байыз таппай сенделіп кететінді шығарды. Сұлтанның сымбатты көркем бейнесі қай қыздың да жүрегіне шоқ тастағандай еді. Қақпақ жаурын, бура сан, ойлы да сері жігіт Жамал бұрын кездестірмеген. Алыста, тым алыста елес болып қана көрінетін жан еді. Ал Жамал ше? Ақылы мен көркі жұптасқан, жан біткеннің перизаты. Сұлтан Алтыбақаннан кейін серіктермен ауылға қарай бет алған. Жұлдыздар жусаған шақ. Көз жетпес тұңғиық көкжиекке қиялмен самғап, шымырлаған ой құшағында. Бір аяулы жанын қалдырып кеткендей ілбей басады. Тізгінді бос тастаған, қиял жетегінде. Шіркін-ай, осындай да жан туады екен-ау. Қыпша бел, мамық бұғақ, қыр мұрын, нәркес көз. Өңің түгіл түсіңде де армандайтын жанау. Ғажап ақылды. Мың жігіттің жоқ, жер бетіндегі жігіт біткеннің арманы ғой. Дариға-ай, Жамалға қолым жетсе, өліп кетсем де арманым болмас еді. Сол күндері Жамал да ой үстінде жүрді. Сұлтан десе сұлтан-ақ екен. Мұндай жанмен бірге ғұмыр кешкен қызда да арман бар мекен. Ақылына көңіл, көркіне көз тояды. Мұндай жанмен тозақтың отына да бірге күйуге болады-ау. Қой, не ойлап кеттім. Бір-біріңді бағалап, аялап, бақытты армансыз ғұмыр кешкенге не жетсін. Бір оңашада Жамал анасына ойын сездірді. Қайдам, серлеу жігіт сияқты. Серінің кейбіреуі уақыт өте пері болып кетеді деді. Екі-үштілау. Ыңғай бермеді. Жастар бүгінде Алтыбақан басын қимағандай, амалсыз тарап жатты. Екеу-үшеу болып, кейбіреулері топтана бөлінді. Ынтық жандар қол ұстасып, буырқанған ыстық сезім буымен оңашалана бастады. Бой тасалап, көлеңкелі жерді іздегендей жылыстап барады. Сыңғырлаған шолпы үндері, топ қыздың күлкілеріне ұласып, жер дүниені ерекше бір шаттықпен тербетіп тұрғандай. Көрші ауылдың сері жігіттері қимастықпен қоштасты да, тұсаулы аттарына жөнелді. Сәлден кейін оқыс ренішті дауыстар түнгі аспанды тіліп өтті. Ана жақтан жайсыз дауыстар шықты. Не болып қалды екен, деді Жамал, көзі шарасынан шыға, мазасыз күйге түсіп. Ой, қайтесің? Бөтен ауылдың жігіттеріне бола елеңдеп деген Сақып құрбысы қолтығынан тартып. Қалай екен? Көрші ауыл жігіттерінің әні буыныңа түсіп-ақ кетті-ау деймін. Солай-ау қу қыз, айтқың келмейді. Әнә бір сымбатты қақпақ жаурын жігіттің көзімен-ақ жұтып қойғанын әлдеқашан байқағам. Сұлтан десе дегендей-ақ екен. Осы бір сәтте дөрекілеу жағымсыз бір сөздер тұнық аспанды былғап жатты. Көп замай сатырлатып шаба жөнелген жылқы дүбірі алыстай берді. Жамал жүрегі өрекпіп, бір жамандықты сезгендей, жайсыз күйге түсті. Ойпыр-ай, тыныштық болса екен, деді алабұртып. Бағана айтылған ащы сөз оқыс оқиғаның хабаршысындай еді. Келесі күні сері жігіттер келмеді. Ауыл жігіттері сол күні қу тыңдап, бір-біріне сыбырлай күлісіп, есірік бір күймен жүрді Алтыбақан басында. Бір жайсыз оқиғаның болғаны анық еді. Не болды деген оймен арпалысқан Жамал кірпік ілмей тағы бір таңдатырды. Сол жайсыз оқиға түн тыныштығын алған күні Сұлтан жақын досы Ерболмен найзағайдай жарқылдап, дабырласып, тұсаулы аттарына жеткен еді. Жеткен бетте көздері атсыздай болып, сілейіп тұра-тұра қалады. Аттардың жал құйрықтары қидаланып кесілген. Тоқпақтай жалдың орнында сымпиып тұқыл қалған. Сусылдай төгіліп шашасын қаққан құйрықтардың ізі де жоқ. Шыбыштың құйрығындай шолтиып қалған. Айнала шашылған жылқының жал құйрығы. Сұлтан қабағы түксиіп, жаралы арыстандай ақырды. Жауыздар-ай, қалай ғана қолдарың барды жылқыларды қорлауға. Тістері үгіліп түсердей шақыр-шұқыр етті. Текедей бақыртармын әлі. Қараңғы түнде жазықсыз ауылды шаппақ па? Жоқ, жуас елдің не жазығы бар? Бұл тасада тұрып, қанжар қадаған қорқақтың ісі. Амалдары құрып, құйрық жалы шолтиған аттарына мініп, іштері өртеніп, елге жөнелді. Бағана аттарының тұсамыспен секіре қашқандай, шошына осқырынғандай дыбыстарын құлағы шалған еді Сұлтанның. Әй Ербол, ана аттар мазасызданып кетті ғой, барып байқастап келші, деген Сұлтан қараңғы түнге құлақ түре түнере қарап. Ауыл жылқыларын бөтенсініп осқырынған шығар, аяқтарында тұсамыз, қайда барар дейсің, деген Ербол ойын қызығынан шыға алмай. Анығында ауыл іргесінен алыстау жерге тұсамыз салған еді. Сол күдік тегін болмады. Ақыры мынандай масқара күйге түсті. Сұмдық-ай, мұндайды кім көрген?
Не жаздым бұларға деген ой сүйегін кеміріп келеді сұлтанның. Сұлтан мінген жел саңлақ құлақ асқа мен Ерболдың жорға жирені сымпиып адам шошырлық халде еді. Жылқы көркі сүзілген жал құйрығы емес пе? Ал жал құйрығы аяусыз қиталана кесілген қос жануарға қараудың өзі аянышты. Сұлтанның әкесі жомарт қария, құс ұйқылы. Таң бозынан тұрып үй іргесінде жүрген екі атты көріп есеңгіреп қалды. Сұмдығай, сұмдығай, қай кәззаптың қолы бар екен жылқыларды қорлауға деп, қос жанарына жас үйіріліп көкке қолын жая берді дірілдеп. Ей тәңірім, жазасын бер, мына жазықсыз ай тұяқтарды қорлаған есерлердің. Содан жау қуғандай қалбалақтап үйге кірді. Бүйірде тұрған жазықсыз шелекті даңғыр еткізіп ілгері озды. Сұлтан-ау, сұлтан, мынау не масқара? Сұмдығай, бұл кімнің ісі? Астарыңдағы аттарыңа ие бола алмай не көрінді сендерге? Бағзы заманда болушы еді мұндай қарауыз. Ол ұмытылғалы қашан? Мұны шығарып жүрген қай ессіз? Әке қазір. Апыл-ғұпыл киініп сыртқа беттеді. Әке, далада сөйлесейік. Көрші ауылдың тексіздері, қыздарын қызғанып, бетпе-бет келуге бата алмай, бізге тіс батырған түрлері. Мынау бір масқара іс болды. Обалай, елден де ұят. Жұрт көзінен қалай жасырарсың? Бұл сүйекке таңба, деді сұлтан түйіліп. Бүгін 4-5 жігітті ертіп барып, жондарынан таспа тілемін. Мұндай қорлыққа шыдай алмаймын. Жомарт ақсақал да түнеріп отыр. Күйінген ұлының жүзіне қарап, бір сойқанның болатынын аңғарды. Суланған қос жанарын көкжиекке қадап ұзақ отырды. Ақсақалды да намыс буып отыр. Әлден уақытта тілге келді. Сенің есіңді алып жүрген Олжабайдың қызы ма? Иә, әке. Өзі ақылды, ерекше көрікті бір қызы бойжетті деуші еді. Сол Жамалды көргелі естен айрылғандаймын. Жігіттерінің істегені болсам мынау. Енді не ойлағаның бар? Барамын да сазайларым берем. Сұлтан, сен сияқты мені де намыс буып отыр. Бірақ сен енді ашуыңды ақылға жеңдір. Ол қызды жар етуге бекініп, басыңды бәйгеге тіккен екенсің, есер қылыққа барма. Бүкіл ақыл есіңмен құлаған сол қыздың ауылына қалай ғана сойыл шоқпар көтеріп барасың? Жарайды, дүреге жығарсың ана нақұрыс найсаптарды. Одан ана екі аттың жал құйрығы бұрынғы қалпына келе ме? Әлақ жетілер, ал саған жүрегін ұсынған қыз кешіре ме? Сенің әумесер қылығыңды. Ауыл соныкі ғой. Олай болса намыс та, ұят та ортақ. Тіпті сол есердің біреуі сүйектес жақын ағайыны болуы да ықтимал. Сонда мешел балаға ұқсап сүмірейіп үнсіз отыра берейін бе? Деп ашулы жүзбен әкесіне қарады. Жүрегің құлаған екен, қыз келісімін алды, алып қаш. Армандаған, аңсаған жарыңды құшасың, бақытты ғұмыр кешесің. Мен естіген қыз болса, ол өте текті де есті қыз. Ондай қызды бұл өңірден атқа мініп айлап іздесең де таппассың. Содан кейін екі аттың шолтиған жал құйрығында ұмытасың. Қыз құшағы жүрегіңді жібітеді, ашуың басылады. Сұлтан сәл жымиып әкесіне қарады. Көңілі де орнығып, әке сөзі тұла бойына жылылық ұялатты. Әке, сіз ол қызды көрген де жоқсыз. Қайдан білесіз? Ерекше жақсы қыз екенін. Еститін құлақ бар. Осы аймақтағы талай кемпірдің аузының суы құрып жырғылады, деді де үнсіз қалды. Тіс жармады. Шіркін-ай, біздің шаңыраққа келін болып түсетін ақ бала екен. Бірақ ана біздің сумұрын ұл мұндай қызды бері қарата алмайды-ау. Қандай ғана шаңыраққа бақыт құсы болып қонар екен деп ауыздарының сілекейі шұбырғанын талай көрген. Оны сұлтанға несіне жыр қылмақ? Сұлтан жанын жеген ызадан бірте-бірте арыла бастағандай. Сөйтті де бір іске тас түйін бекінді. Жамалдың бұл қалай, неге жоғалып кетті деп шыбын жаны шырқырап арпалысқа түскен кезет. Жаман ойда сұғанақ иттей басын қылтитып қалады кейде. Алданыш па, желіккен жастық буы ма әлде? Жоқ, сұлтан ерекше жаратылған жан. Бір оқыс оқиға болды-ау. Тым тырс еткен белгі де жоқ. Қыз басымен қалай іздеп барады? Алтыбақан басына баруды да сиретті. Не іздеп, кімді іздеп барады? Сөйтіп құлазып жүргенде араға 10 күн салып, көктен түскендей сап ете қалды. Жанында Ербол досы. Аттарын әдеттегідей алысырақ тұсамай, Алтыбақанға жақын шідерледі. Мінгендерде бөтен аттар. Жүздерінен асығыстық байқалады. Бірақ сыр бермеуге тырысып бағуда. Ауыл жігіттері сырғақтап шеттей берді.
Кейбіреулері үйлерінде шаруалары барын айтып жөнеле берді. Аңқылдай амандасып, ортаға ойнаға әзіл де тастап үлгерді Сұлтан. Бірақ Жамал Сұлтан қабағындағы қатулықты аңғарып үлгерді. Ынтығып, өліп-өшіп сөз айтқан жігіттің 10 күн жоғалып кетуі, қабағындағы кірбің күйініш бір оқыс оқиғадан хабар бергендей еді. Жарқ етіп көрініп, ағып түскен жұлдыздай жоқ болдыңыз-ау деп, әзілкеш Сара іліп түсті. Мұнда тоты құсыңыз құсалықтан торығып жүдеп кетті. Біз сізді қырамба деп едік. Әй, Сарай, әзілі де қылыш жүзіндей лыпып тұр. Бірақ бәрі де жарасымда. Жасырынып келіп, қыран қанатын қырқатын қарғаларға не дауа деп, Сұлтан күңірене айтқанда, лақ етіп аузынан запыран ақтарылғандай болды. Бетпе-бет келіп, ерлерше сөйлесуге бата алмай, тірсектері дірілдеп, қараңғылықты жамылып қастандық жасайтындар да бар екен. Сұлтан жүзі күреңтіп кетті. Ауыл жігіттері тайсақтап, жанарлары жыпылықтай берді. Қыздар болса бір пәленің болғанын айтпай-ақ сезді. Сұлтан, ашып айтпадың ғой, ол қай ауылдың қарғасы екен деп тақымдап қоймады Сара. Із кесіп тұмсық тіреген жеріміз осы ауыл. Апырай, қай көк соққанның ісі екен, қай тексіз деген Сара салмақты ойлы күйге түсті. Жамал осыдан кейін-ақ Сұлтанның қайырылмай кету себебін аңғарды. Бірақ Сұлтан не сұмдықтың болғанын, қай оңбағанның ісі екенін жұмбақ күйінде қалдырды. Бұл да ірілігі шығар. Жастар көп ұзамай оқиға жұмбағын шеше алмай тарай бастады. Сол кеште оңашалана бере болған оқиғаны Жамалға жайып салды. Ешкімді даттамады, қараламады. Қалай болды, солай айтты. Дәрменсіз сорлылардың сені қызғанып, менен өш алған түрлері ғой деді, сабырлы қалыппен. Көңіл түкпірінде Жамалдың не жазығы бар деген ой тұрды. Сұлтаным-ай, ауыл жігіттерінің мына бейшара қылықтарынан мен өртеніп барамын. Бәсе, кейінгі кезде кейбірі саған алара өштене қарағанын көзім шалған. Екеуі де үнсіз. Иық түйістіре шоқ қайынға қалай келіп қалғандарын да аңдамай қалыпты. Екеуі де өз ойларымен арпалысып келеді. Мына оңбағандардың ісі жазықсыз Жамалдың да жанын күйзелтті-ау деді тістенген Сұлтан. Түсінген адамға бұлар жылқылардың жал құйрығын қидалап кескен жоқ. Сұлтандай азаматтың намысын турады, өзін қорлады-ау деді Жамал жанарынан жас бұршақтай күбірлеп. Неткен сорлылық, мұны кешір алама, ұмыт алама Сұлтан. Жамалым, түн жамылып тұрып серт берейін. Сенің қара басың түгілі, бір тал шашыңа қылаң түсірмей қартайғым келеді. Тәңірден соны тілейік қосыла. Енді қарайлайтын жайым жоқ. Ана қараулардың тағы не ойлағанын кім білсін. Оларды шыбыштай бақыртып, сойылдың астына қалар едім. Әттең, кінәсіз ауыл үлкендерің. Сенің әке-шешеңнің арын ойлап тосыла бердім. Тура 1:07-ден кейін сонау бұлақ басындағы шілік түбінде күт. Сертіңді бер, алып қашамын. Іңір қараңғысы түсе жетемін. Маужыр түн. Түн тыныштығын бей-берекет шырылдай ұшқан шегіртке үні ғана бұзып тұр. Қорғалап туған айдың бозамық сәулесі мұнартады. Қос жанарын беймәлім дүниеге қадап, қараңғы түнмен сырласқандай, қараңғылықпен мұңдасқандай күйге енді Жамал. Ағаларының мінездерін білесің, қарсы болары даусыз деп қинала үн қатты Жамал. Әкем түсінер, шешем қолқ етіп бірден ризашылығын бере қоймас. Келесі күзге дейін күте тұрсақ қайтеді, қарсы бола қоймас. Менің жүрегім қырық пышақ деді Сұлтан, ақыра күрсініп. Мені бұлай ешкім қорлап көрген емес. Жал құйрығы шолтиған атпен қайттым еліме, қара бет болып. Жалғыз менің емес, елімнің бетіне таңба салды. Бар жазығым кеудемді қақ айырып, жүрегімді саған ұсынғаным ба? Жоқ, мен сені алып қашам. Сонда барып тыншымақпын. Сенің кеудеңе басымды сүйеп жатып қана басылармын. Мына ауылдың ез жігіттерінен биік екенімді, бұлардай қарға емес, қыран екенімді дәлелдеп барып сабама түсермін. Бұл менің оларға берген жауабым болмақ. Жамалдың 3 ағасының да жаратылыстары бөлек. Әсіресе кіші ағасы Ақаш тым ожар. Олар жат біреуге жалғыз қарындастарын ертіп жібере салмас, шоқпар ала жүгірер. Сұлтанның жан күйзелісі Жамалдың омыртқасын шымырлатып жүйткіп өтті. Өкпе сызы шер болып қалған. Дәл қазір тығырыққа тірелгендеймін. Бір үлкен іске тас түйін бекінгеніңді, ол ойыңнан қайтпайтыныңды да сезіп тұрмын деген Жамал мұңды бір күйге түсті. Қыз байғұстың қашанда жол ауыр. Қайтейін, тапсырдым саған тағдырымды. Мына қорғалап туған ай куә,
күтемін межелі жерде. Суық бұлақтың ағысында топ шілік өсетін. Тура бір аптадан кейін сол жерде жолығатын болып уағдаласты. Ел орынға отырып, ай туар алдындағы қараңғылықта шілік түбіне жетпек Сұлтан. Кіші бесін, сүмбіле туған шақ. Аспанда қаңғалақ қаққан қысыр бұлт. Боз бөктерді бауырына басып, кілкіп тұрып алатын сағымда жоқ. Енді селеу басына шық түсіп, суыта бастайды. Бұда бастарын мизам торлады. Сұлтанды алаңдатқан да осы жай еді. Ел табаны аумай Жамалды алып қашуы керек. Қарағаны қалың шұбарды бауырлай жортқан екі салт аттының жүрістері суыт. Жетектерінде күміс ер тұрманы жарқыраған күрең қасқа пысқыра елеңдеп, құлағын қайшылап қояды. Күн нұрымен мың құбыла ойнаған мына күміс ер тоқымға кім отырар екен дейтіндей. Сұлтанның астында жел қуық, кертөбел. Жарықтық пысқырып алып, заулай жөнелгенде жанарыңнан жас парлап қоя береді. Апырау, неткен желісті жануар. Ербол астындағы шаддар кертөбел желісіне шыдай алар емес. Тапырақтап, шауып алады ара-тұра. Сол екпінмен аспандаған көңілмен, қияға ұшқан қиялмен ағындап келіп те қалған. Ойпыр-ай, қырсық шалайын десе, аяқ асты екен. Жел де есіп, ағындап келе жатқан жетектегі күрең қасқа, қас қағымда тұмсығымен жер сүзді. Оңбай сүрінді. Шошына пысқыра атып тұрғаны сол қайтадан бүгіле берді. Оң аяғын баса алмай тұр. Сұлтан аттан қарғып түсіп, аяғын көтеріп қарады. Күрең қасқа дір-дір етеді. Шашасынан ұстап әрі-бері сипады. Күрең қасқа көзі аларып үркектеп пысқырып тұр. Қатты екпінмен келе жатып, інге аяғын тығып алған. Дала төсі толған саршұнақ, суыр індері. Масқара болдық-ау Сұлтан, енді қайттық деді. Қатты абыржыған Ербол. Жанары жаутаңдап, сені күтіп Жамал тұр. Кері қайтып, басқа ат жетектеп келгенше таң атады. Ақ тілеумен, ақ жүрекпен шыққанда қырсық шалғанын қараш деп қынжылды да бір тоқтамға келгендей болды. Жоқ, алған бетімізден қайтпаймыз. Күрең қасқаны осы жерде қалдырайық. Ертең күн жарықта аяғын сылап, таңып, ақырын жетектеп алып кетерміз. Енді қызыл іңір түспей, шілікті тұсына жетейік. Бұл да тәңірдің сынағы шығар. Ер жігіт не көрмейді бұл жалғанда. Сұлтан, Жамалды қайда отырғызамыз? Қалай алып қашпақсың? Арқалап алып қашам деген Сұлтан тістерін ақсита күліп алды да сыдырта жөнелді. Сәтін салғанда Жамалдың үлкен ағасы базаршылап қалаға кеткен. Мұндай оңтайлы сәт тумас. Жеңешем қорықпасын, бүгінше жанында болайын деген Жамал анасына кешкілік. Дұрыс, ер азаматы жоқ жан елегізейді, барғаның жөн, деген анасы сөзге келмей. Осы жеңгесін елден ерекше жақсы көретінін байқайтын. Сәния да қайын сіңлім деп емес, айнымас, сырлас досындай шүйіркелесетін Жамалмен. Еркем, өз қолыммен шығарып салайын деп құшағына басты ала көлеңке үйде. Жаным жүдеп, жабырқап, жалғызсырап қалатын болдым. Сұлтан жігіттің төресі. Бақытты ғұмыр кешіңдер. Көзіне мөлт етіп жас келді, толқып тұр. Жан жеңешем, жыламаңыз. Сырласым да, мұңдасым да өзіңіз едіңіз. Жоқ, қалқам. Бұл қуаныштың жасы ғой. Сенің бақытты боларыңа имандай сеніп, жүрегім кеудемнен атып шығардай бұлқынады. Ана ағаң сені өз қолыммен шығарып бергенімді білсе, сазайымды тарттырады әлі. Бірақ сен үшін жон арқамда қамшысына тоса берем. Тек сен бақытты бол еркем. Бұл кезде шағын ауыл ұйқы құшағына ене бастады. Ай туа қоймаған. Әупілдеген ауыл иттерінің дыбысы да сап тыйылған. Жеңіл шапандарын бүркене жамылып, ақырын есік тегін ағытты да, бүкеңдей басып, бұлақ ағысына қарай жөнелді екеу. Межелі тұсқа жеткендері сол. Пысқырған жылқы дыбысы естілді. Қараңдаған екі жаяу бұларға қарай беттеді. Әріректе қалмақша маталған екі аттың сұлбасы қараяды. Неге екі ат? Үшеу болуы керек қой. Жамал көмейінде осы сұрақ. Жақсы жеттіңдер ме деді Сәния Сұлтанға сұраулы жүзбен. Көмейінде Жамал мінетін ат қайда деген сауал боқып қалды. Жамалға деп арнайы сайлап алып шыққан күрең қасқа аяғын інге тығып алып мертігіп қалды деді айыпты кейіппен. Сіңірі үзіліп кетті-ау деймін. Аяғын баса алмаған соң жолда қалдырдық. Ал мен қайда отырам деген Жамал таңданыспен. Сен Сұлтанның арқасына отырасың. Ербол күлкіге басты. Жаңа өзі айтқан арқалап болса да алып қашамын деген сөзін есіне салып тұр. Ақырын Ербол, Сәния күбірлей бастады. Түнгі дауыс тым алысқа кетеді. Доғар күлкіні деп қабақ шытқандай болды Сұлтан.
Бел шешіп шыққан екенбіз, ештеңеге де мойын бұрмаймыз. Ауыл іргесі жақын. Жамал менің кертөбеліме мінеді. Ал Ербол екеуміз кезектесіп, жаяу жүгіріп отырамыз. Ал онда жолдарыңды оңғарсын. Ай тумай жүріп кетіңдер деген Сәния Жамалды қимастықпен бауырына ұзақ қысып тұрды да маңдайынан сүйді. Бағың ашылсын еркем деді, дауысы дірілдей. Ақжол тілеп жігіттермен қоштасты. Көзіңнің қарашығындай қорға, Жамалым саған, аманат деген Сәния теріс айнала бере жасын сықты. Шу еткізіп ауыл иттерін көтермейік дегендей ауылдан ұзай берді екі аттылы бір жаяу. Қараңғыда шөмеледей қарауытқан киіз үйлерге Жамал соңғы рет қимастықпен қоштасқандай қайырыла бір қарады да Ербол ізіне түсті. Сұлтан жаяу, Жамал үзеңгісінен ұстап келеді. Сәлден кейін күректей алақанымен кертөбелдің сауырына бір салды. Маған қарайлама, жортып отырыңдар, жер өндіріп алайық деді Ерболға. Ербол лекте жөнелді. Жамал да тақым қысты. Кертөбелдің жүрісі жайлы екен, пысқырып, құлағын жымырып, желдей есті. Бұлар сол екпінмен біраз жортып алып, артқа құлақ түрді. Тырс еткен дыбыс жоқ. Бұлар ұзаңқырап кеткен сияқты. Жамалдың жүрегі қақ бөлінгендей, елегізіп құлақ түрді. Аяныш сезім тыныштар емес. Көп ұзамай сұлтанның зор денесі қараң етті. Ентіге демалады. Ат үстінде жүрген алпамсадай жігітке жаяу жүгіру оңай ма? Бет аузы айғыз-айғыз тер. Сендерді қуалаймын деп шаршаңқырап қалдым. Аттыға жетемін деп жаяудың таң айырылған деген бар. Бірақ бұл аз қиындық. Жамалымның тырнағына да тұрмайды. Ең бастысы Жамалымды алып қашып келем. Бақтымды алып қашып келем. Осы жолға жаным құрбан. Бұл кезде сырбаз кербез қалпымен бір керіліп алып айда туып келе жатты. Қиялай түскен ай сәулесі сұлтанның бар кескінін айқындай түскен. Қыран тұмсығы өңіне өзгеше бір сән беріп, құс жанары ерекше бір шаттықтан жарқырай түскен. Жамал еңкейе бере сұлтанның шашынан иіскеді. Сондай аялай, аймалай қарады жүзіне. Үлбіреген ақ мамықтай Жамал қолы сұлтан алақанында жұтылып бара жатты. Кел, мінгесейік деді Ербол досын аяп. Қой, өңкейген екі еркекті қалай көтереді, мына шабдар деп көнер емес сұлтан. Қыз алып қашқан жігітті салпақтатып қойғаным жарамас. Кел, шабдарға отыр деген Ербол атынан түсе берді. Ай сәулесі де ерекше нұрын төге бастады. Бұл да бір сендерге деген ақ сүт түлек, қос ғашық. Енді тізгін тартпаңдар. Екі жас лапылдаған құштарлықпен, құмарлықпен жарыса жөнелді. Тұла бойда жүйткіген ынтызар сезімге ерік бергендей. Дүниеде екеуінен басқа жан жоқтай. Ерекше бір аяулы сезім құшағында. Әлден уақытта ғана естеріне Ербол түсті. Лаулаған сезім құшағында алыстап кеткендей. Амалсыз тізгін тартты. Астарындағы аттардың пысқырғаны мен өздерінің жүрек соғыстарынан басқа дыбыс жоқ. Дүние манаурай мүлгіп тұр. Әлден уақытта түнерген қараңғылықтан Ерболдың сұлбасы көрінді. Тер жуған сағал-сағал бетіне қараудың өзі аянышты. Өлтіремісіңдер? Өлдім ғой. Жаяу қыз алып қашқан жер бетіндегі жалғыз адам сен ғана шығарсың деп сұлтанға қарады. Реніштің ізі де жоқ. Жүзінен ерекше тебіреніс байқалады. Сендердей ғашық жандар енді туар ма екен? Әй, қайдам. Тайпалған жорғамен, керемет жел қуықпен кез келген жігіт сүйгенін алып қашар. Сұлтан Ерболға сынай қарады. Ал ерекше құлай сүйген ғашығы үшін жігіт жанып жатқан отқа да түседі. Ғашық болу айтуға тіл жетпейтін, жан дүниеңді тынымсыз арпалысқа түсіретін айрықша сезім. Емі табылуы қиын дерт. Сол жолдағы азапқа шыдасаң, ғашығыңа қол жеткізсең ғана дерттен айығасың, сауығасың. Жамалдың тұла бойы балқып бара жатқандай. Сұлтанның әр сөзінен, әр қылығынан өзіне деген ерекше іңкәрлікті аңдап таңдана түседі. Ербол намазға ұйыған жандай тіл жақтан айырылған. Сұлтанның сертке берік, досқа адал, ақылды екенін білсе де, осынша ойлы екенін аңдамаптау. Әлде осындай лапылдаған жүрек сырын ақтару үшін ерекше жан жолығуы да керек шығар. Ербол селт еткендей оқыс басын көтерді. Ыржиып екеуіне кезек қарады. Тосын бір ой тастамақ. Ғашықтардың денелері де жабысып жүруі керек деді, тың жаңалық ашқандай. Екеуің кертөбелге мінгесіңдер де, мен шабдарыма отырайын. Ең болмаса 2-3 шақырым ер тоқымға құйрық басайын. Қарулы сұлтан Жамалды қауырсындай лып еткізіп көтеріп, дік еткізіп ерге отырғызды. Өзі Жамалды белінен құшақтай ат құйрығына жайғасты. Кертөбел ауырсынғандай қыржың етіп жайсыз дыбыс шығарды. Артынан пырс-пырс еткізіп құмалақ тастады жарықтық.
еңгезердей сұлтанның салақтаған аяғы жерге тер тимес. Кертөбелдің сауырын шөмейтіп жүріп кетті. Жорту деген қайда, бүлкілге салудың өзі мұң. Ерболдың құдайы берді. Атқа тақымы тиген соң, алды-артына қарамай жорта жөнелді. Бұлар да тақым қысқан болады. Аттың құйрығынан 4 тағандап, арыстан тартып тұрғандай. Жүріс өнер емес. Қой, мұнымыз болмас. Мен жүгірейін, сен желіп отыр деген сұлтан кертөбелден сыпырылып түсе берді. Мен ақ мінгесейін деген Жамал сөзіне көнбеді. Ат көтіне отырғызып қыз алып қашқан деген сөз өле-өлгенше сүйегіме таңба болады деп тұрып алды. Сұлтан-ау, қараңғы түнде кім көріп жатыр? Сендей періште қызды ат сауырына отырғызып, қалай ғана өңкейіп ерде отырмақпын, атай көрме деп шорт кесті. Маған қарама, тоқтамай тарта бер. Жамал амалсыз желе жөнелді. Ербол болса әжептәуір алыстап кетіпті. Бөркі анда-санда түн түнегінен ербең етіп қалады. Тоқтай қалса астындағы атынан аударып, жаяу жүгіртіп қоя ма деп үрейленетін сияқты. Жеткізер емес. Алпамсадай сұлтан ентігіп, үстін тер басып, сыр бермей тістене жүгіріп келеді. Әлден уақытта барып тізгін тартқан Ербол: «Уа, бармысыңдар жас жұбайлар» деді. Түнгі аспанды қақ айыра, тістері ақсиып. «Дариға-ай, маған да Жамалдай қыз кездесер мекен» деді Ербол, бір сәт екеуіне көз тастап. «Мұндай періште қыз кездессе, өмір бойы жүгіріп өтуге бармын». «Сен өмір бойы жүгіріп жүргенде, ол аруды кім асырайды? Кім бақытты етеді?» деп сақылдай күлді сұлтан. «Жүгіріп жүріп-ақ бақытты етер едім. Маңдайы жарқыраған бір аруда сені ойлап жүрген шығар» деді Жамал. «Әлі-ақ кездесесің, ол күнде жақын болар». «Сол күнге тезірек жетсем екен» деді Ербол құлшынып. Екі атты жалғыз жаяу болып қозғала берді. Жамал бірде желіп, бірде аяңдап, сұлтанына қарайлап келеді. Ол болса, «Маған қарама, желіп отыр, жер өндіріп алайық» дейді, мұны қамшылап. Аттың желісіне жаяу адам қалай шыдасын? Пора-пора терлеп біраздан кейін әрең ілесе бастады. Сәлден кейін сұлбасы да түн қараңғылығына сіңіп жоғалды. Жамал жүрегі мазасыз, бірақ сол мазасыз жүрек тұңғиық қараңғылық құшағында қалғандай. «Мен үшін қиналды-ау, азапқа түстің-ау», тізгінін тартты. Мүлгіген тыныштық, ай жарықтық самаладай сәулесін шашып, қиялай жүзіп барады. Топтала сенделген қалың бұлт анда-санда ай жүзін көлегейлеп, жер бедерін анық көрсетер емес. Жарғанат па әлде бір құс түн қараңғылығын тіміскілей тінте ұшады. Шиқылдаған шегіртке үні құлақ тұндырады. Ербол алыстап кеткен сияқты. Кертөбел елегізіп, пысқырып қараңғы түнге сүзіле көз тігіп, ауыздығын қарш-қарш шайнап келеді. Бір уақытта сұлтанда жетті-ау сілелеп. Маңдайдан тарамдана аққан тер мойнына құйылып, ентіге демалады. Кеберсіген ернін Жамалға байқатпай жалап қояды. Ырымға су жоқ. Қаталап қақырығы қан татып тұр. Аяныш Жамал жүзін бір қуартып, бір қызартып құбылтуда. Танауы қусырылып, жүрегі тарсылдай жөнелді. «Қиналдың-ау». Бұл кезде жөңкілген бұлттар шоғыры қаңғып айдалаға кетті де, ай жарықтық жерге сүт сәулесін мейірлене төге бастады. «Мен үшін азапқа түстің-ау» деді аянышпен аймалай қарап. «Құрығанда 3-4 шақырым ерге отырып, ентігіңді бас. Содан кейін жаяулап қатар жүрерміз». «Жамал, мен үшін бұл азап емес, қайта оралмайтын бір ерекше, ғажап бақытты күн» деді сұлтан жымиып. «Мұндай ғажап сәт енді оралар ма? Бір сен үшін жаным садаға. Арқалап болса да алып қашар едім сендей періштен». Сұлтанның қатты қарсылығына қарамай, ақыры ерге отыруға көндірді-ау Жамал. Сері жігіт ер үстіндегі қалың көрпешені кейін сырғыта төседі де, аққудың қауырсынындай іліп алып лып еткізіп отырғызды. Құлап қалмайын деп, сұлтанның белінен тас қылып құшақтай алды Жамал. Құшағы жетер емес. Бұл бір ерекше есте қалар, мәңгілік ұмытылмас оқиға болды-ау деп Жамал жымиып қойды. Қиындықпен қол жеткізген бақыт та баянды, ғұмырлы болар. Осы бір таңғажайып түстей мына қыз алып қашу, қартайғанда езу тарта отырып, еске алар, қимас сәтке айналар. Тәтті елестей осы түнді де сағынармыз, аңсармыз. Кертөбел лекте жөнелді. Мінгескен қызды лақ құрлы көрер емес. Сәл жайсыздау екен, сонда да дыбысын шығармай келеді. Сұлтан аяныш білдірмесін деп. Атқа мініп ауылда өскен қыз ғой, бірақ біреуге мінгесіп көрмеген. Осы екпінмен ауылға да таяп қалған еді. «Жайсыз емес пе?» деді, мойнын бұрып. «Өте жайлы», сұлтанын аяп, ес білгелі айтқан жалғыз өтірігі. Ауылға да жақындап қалдық, көздерін қара түнге қадап,
сарыла күтіп отыр-ау ауылдағылар деген сұлтан сөзі көңілдене шықты. Енді түсе ғой, тақымыңда ойылып қалған шығар, жұрт көрмесін. Сұлтан дік етіп ерден түсті де айға маңдайын сүйдіріп сәбише көтеріп алды Жамалын. Жамалым, жаным, көрдің бе? Айдың өзі бізге тілекші. Ерекше нұр шашып тұр. Шынында ауылға жақындаған сайын арба жолы айқындала бастады. Жетелеген сүрлеу жол. Әріден кәрі төбеттің маңқ еткен үні естілді. Көлбеген ұзын белден аса бере ауыл көзге шалынды. Жылт-жылт еткен жер ошақ оттары. Бұлар ширыға құлшына алға ұмтылды. Сөйтіп екі атқа үшеу болып кезек мінгесіп елге жетті. Сұлтан кертөбелін сулығынан жетектеп алған. Үстінде үлбірей бұлғақтаған Жамал. Бұл жігіттің қалыңдығына көрсеткен ерекше құрметі деп ұқты жұрт. Күрең қасқа қайда деп ешкім сұрамады да. Ай сәулесі меленше құйылып тұр. Киіз үй алдындағы жер ошақтардан жалын шалқиды. Бұрқ-сарқ еткен самаурындар. Қақпақ шетінен болары атқылаған қазандар. Қалың топ сұраулы жүзбен үрпиісе қарайды. Бұл ауылда кірме жоқ, бәрі сүйектес. Қалбалақтап ауыл ақсақалы Тышқанбай емпелеңдей ұмтылып келеді. Қарақтарым-ау, барсыңдар ма деп, сақалы селкілдеп екі қолын бұларға жая берді. Кешіктіңдер ғой сонша, не болып қалды деп шоқ үстінде отырғандай күй кештік. Ойламайын-ақ десең де, не бір ойлар түртпектеп азапқа түсірді. Ақсақал, аман есен жеткенімізді көріп тұрсыздар. Міне, келіндеріңіз. Сұлтан ерекше шаттықпен жұртқа қарады. Шашуларыңызды шаша беріңіздер, қалған әңгіме ертең. Сұлтан ат үстінен аялай жерге түсірді Жамалды. Жұрт жүзіне шуақ шашылып, бір демде дуете түсті. Екі келіншек ақ матаны кере ұстап, жас келіннің жүзін көлегейлей берді. Сәлден кейін беташардың аяқталуын шыдамсыздана күткен ауыл келіншектері шашу шаша бастады. Сұлтанның анасы дәметкен келіп, Жамалдың маңдайынан сүйді. Бағың ашылсын қарағым, бақытты болыңдар, бір жастықта қартайыңдар. Жамал қатты толқу үстінде. Ақырын арнайы тігілген отауға қарай беттей берді. Думандатқан, дуылдаған жастар. Жамал болса жаңа ыстық ортада, төңірекке қысыла көз тігеді. Сұлтан болса қалыңдығына бір, қаумалаған жастарға бір қарап, тебірене шалқып отыр. Түн түндігін желпілдеткен әнші дауысы зеңгір көкте қалықтап барады. Бұл кезде таңда құлан ектеніп келе жатқан. Күн тас төбеге тырмысқанда жас отау түндігі түрілді. Әбден сілелеп жеттіңдер, асықпай ұйқы қандырып тұрыңдар деп қадап айтқан енесі таң бозында. Жамалдың екі аяғы бастырсайш, тақымы ойылып қалыпты. Мұның сылтып басып жүргенін байқаған кейбір жеңіл ауыз келіншектер жырқ-жырқ күледі. Ектерімен ымдасып бұған қарай саусақтарында шошайтып қояды. Түн қатып мінгесіп келсе көрер едім деп көңілін алды Жамал. Жырқыл басылар емес. Шыдамай сұлтанға айтты. Ол анасына жеткізді. Дәметкен болса бірден үндерін өшірді. Не болды жырқылдап? Ұзақ түн ерге отырсаң, басыңның қайда, бұтыңның қайда екенін білмей қалар ең? Аналар жым болды. Қараңғылықты жамылып, Жамал қашқан түн тыныш өтті. Дүрбелең дүрлігу боз ала таңда басталды. Бір пәлені сезгендей Жамалдың анасы, Айғанша, құлқын сәріде жетіп келді. Киіз есікті серпе ашқан Айғаншаның бір аяғы іште, бір аяғы сыртта қалды. Ала көлеңке үй ішін бір шолды да айғайға басты. Қыз қайда, ойбай, қыз қайда? Күні бойғы жүгірістен шаршап қатып қалыппын деп, Сәния келіні ақтала бастады. Есіктің топсасы сырт етіп ашылғанда ұйқылы-ояу едім. Басына қамзолын жамылып шығып бара жатқанын байқадым. Түзге шыққысы келген екен деп жата беріп едім. Қайын сіңлісіне ақ жол тілеп, өз қолымен шығарып салғанын қалай айтпақ? Енесі басына әңгір таяқ ойнатар еді. Жай түскендей айқайдан Жамалдың ағалары атып-атып тұрды. Болған жайды естіген сәтте құрық шоқпарларын сайлап, жалаңдап шыға келді. Оншақты ат дайындауға да пәрмен беріп үлгерді. Шабамыз да шабамыз. Жомарт шалдың шаңырағын ортасына түсіреміз. Сұлтан текешігін сойылдың астына аламыз. Қарындасымызды қорлатпаймыз, тартып әкелеміз. Не айтылмады десейші, екпіндері тау жыққандай. Жамалдың әкесі игілік ақсақал, тереңнен толғайтын, аймаққа сыйлы абыз жан еді. Жамал әкесіне тартқан. Ана үш ағасы ұшпа, қыңырлау, нағашыларына тартып кеткен. Игілік ақсақал үш ұлының қапылысқан жүрістерінен шошыды. Шыдамай үшеуін шақырды. Сойыл шоқпарларыңда орнына қойыңдар. Орынсыз қопаңдамаңдар. Жапсарлас жатқан сүйек шатыс елміз. Жауласпайық, шабылмайық. Сүйекке таңба түсірмеңдер.
Жамалым көлденең көк аттының етегінен ұстап жүре беретін қыз емес. Жүрегінің қалауымен кеткен болар. Жомарт қарияның өте зерделі, білекті, ақ жүрек бір ұлы бар екенін естуші едім. Бірі-бірін дұрыс тапқан. Әкеу, есті ұл болса, алдарыңыздан өтіп, қазақтың жөнімен құда түспеді ме? Бұл басынғаны ғой, деді. Танауы делдиген кіші ұлы Жомарт. Бәрін де естіп отырмын. Аттарының жал-құйрығын қидалап кесіп, мазақ етіп жіберіпті біздің ауылдың есерсоқтары. Бұл азаматты қорлау ғой, оларда да намыс бар. Ел ішін ала шапқын қылмаңдар. Қыз байғұс ерте ме кеш пе кетет. Шедерлеп ұстай алмайсың. Жамалымды күштеп әкетсе бір жөн, өмірлік серігім деп соңынан ерді. Қайта сондай азаматқа жолыққанына тәуба деп бақытын тілеңдер. Үш ұлы қанша кеуделегенмен айбынды абыз ақсақалдан аса алмады. Ой, Дәурен-ай, үлкен сөзін аттамайтын, қазақы дәстүр уыздай ұйыған заман еді-ау. Қос ғашықтың аңызға бергісіз осы оқиғасын жұрт тамсана айтып, таңдана тыңдайтын. Сарымсақты деген бұл қолтықты жұрт енді қыз кеткен деп атай бастады. Әңгіменің соңы. Оқыған Кенжегүл. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін.